кітапхана бөлімінің мүшелері біздің мұғалімдерге көптеген тапсырмалар берді де, неше түрлі авторлардың кітаптарын оқып, әр пән мұғалімдері талдап жатыр. Енді біздің эстетикалық пәндер бірлестігіне берілген кітап еңбек майлиннің шығаның белгісі. Енді сізбенға деп бүгін сол кітапты талдап көрейік. Еңбек майлин шығармалар деп ол 1894 жылы Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауылында дүниеге келген, жастайынан жетім қалған, бір айлығында әкесінен айырылған, 6 жасында анасынан айырылып, жетімдікті көріп өседі. Бейімбет Майлин ол біздің ақын, жазушы, драматург, қазақ әдебиетінің қалыптастырушысы, жаңағы сауатсыздыққа жол жоқ деген ұранды алға тартып, көптеген сауатсыздықты жою, сауаты төмен адамдарға көмек беруге көптеген шығармалары жарық көрген. Кедейден шыққан Абдрахман деген мұғалім жігіт байдың Шұға атты қызына ғашық болады. Жігітке де жаңа Шұға өте қатты ғашық болады. Жаңа бұған байлар қарсы болады. Абдрахманды жаңағы Шұғаның әкесі айдатып жібереді. Бұған жаңағы қатты назаланған Шұға ауырып, қатты науқасқа ауырады қатты. Содан кейін бұның Шұғаның әкесі қызының жаңа ауырып жатқанына назаланып Абдрахманды абақтыдан қайтадан босаттырады. Бұған қуанған жаңағы Абдрахман Шұғаға келіп жолығайын десе, Шұға жаңағы ауруының арқасында қайтыс болып кетеді. Шұғаның жазып кеткен хатын оқып, Абдрахманның көз жасы көл болады. Бұл жерде махаббат қой, әсіресе теңсіздік қой, теңсіздік болғанда бай мен кедей деп бөлінген. Жаңа Абдрахман кедей болып отыр, кедей болған шығар, әкесі оны кедейдегі төменген қызын белгісі өзі. Аттастырып қойған. Аттастырып қояды. Сол нәрсе кедей мен байдың арасындағы айырмашылық. Сол замандағы қазақ қыздарының бас бостандығының, еркіндігінің, сол махаббатында да еркіндік болмағанда, ол жердегі жаңа әке-шешесінің салт дәстүрдің тыйым салуы, қазақ қыздарының трагедиялық өмірі осы шығарманың ішінде суреттелген. Жан жүрегін елжірететіндей жақсы поэма жазған. Дегенмен де кітапты оқу дұрыс екен. Кәдімгідей оқу байлығын, күн байлығын дамиды. Қазіргі заманда күн белселерін интеллектілік қалыпта кітап кішкене ақсап қалды. Дегенмен де болашақта көптеген кітаптарды осылай жалғастыруға болады. Сіздерге рахмет. Осындай бөлік кітаптарды біз кәдімгідей толғандырып, ана заманға кіріп, сол заманның салт дәстүрін есімізге. Біз дегенмен де біз білеміз ғой, кейінгі жастарға көбірек дәріптеу керек деп ойлаймын. Осы кітапты оқу арқылы біз өткен тарихымызды түсінгендей болдық та. Қазіргі балаларды көбірек кітапқа тарту керек деп ойлап сонда. Кірсін мына кітаптың ішіне, өткен өмірді білсін, ойлансын, заманда мынандай болған екен ғой деп, өте керемет бастама. Сіздерге рахмет, осындай бастаманы оқушылар арасында жалғастырсаңыздар, қуанып. Рахмет.